Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар Дулатованың естелігінен. Сәбеңнің белсенді жас кезінде Міржақып пен алашордашыларға тиісіп жамандап жазғаны үшін өз басым кінә тағып өкпелей алмаймын. Өйткені оны қатаң заман талабының шыға алмауынан көремін. Неге олай жазды, неге болай жазбады деп жазғырудан аулақпын. Кекте тұтқаным жоқ. Өзім білетін Сәбит ағамыз соңғы 1960-70 жылдары Міржақыпқа деген бұрынғы көзқарасынан, пікірінен күрт өзгергенін, райынан қайтқанын аңғарып көріп жүрдім. Қай жылы екені есімде жоқ, Сәбеңмен және біраз белгілі жазушылардың ортасында әбен екеуміз бір үйде қонақта болғанымыз бар. Сонда дастархан басында жазушылар өткен кеткенді естеріне алып, әңгімелері ұзақ созылған еді. Сәбеңнің әңгімесін қалт жібермей ұйып тыңдап отырдық. Бәрі қызық, тартымды. Езуіміз күлкіден жиылмады. Үстелге ет қойылды. Табақ толы сүйегімен мүшеленген еттің үстіне тұтас қазы, шұжық, қарта салынған. Қойдың басы Сәбеңе тартылды. Пысықай жігіттер ет турай бастады. Сәбең бастың құйқасын бір кесіп алды да маған қарап: Міржақып ағамның қызы Гүлнар қарындасым, саған құлағын берейін деп қолыма ұстатты. Ағамыздың жұрт көзінше әкемді Міржақып ағам дегеніне жүрегім зырқ ете қалды. Себебі ол жылдары Міржақып Дулатовты атау дегеннің өзі қылмыс еді. Апырмай, мына сөзінің соңы неге апарып соғар екен? Менің қырсығым өзіне тиіп кетпесе екен деп зәрем қалмады. Бірақ іштей қуанғанымды несіне жасырам. Арада бірнеше жыл өтті. Сәбеңмен келесі жылы соңғы кездесуім Ғалым Ахметовтың бәйбішесі Қанапияның қайтқанына жыл толған кезде болып еді. Ғалекеңнің қайғысына ортақтасуға келген ең жақын қаламдас жолдастары, туыстары, ішінде әбен екеуміз де болғанбыз. Қаралы жиындағылар марқұмды еске алып сөйлеп жатты. Бір кезде Сәбең кеудесін керіп, қарлығыңқыраған даусымен тақпақтата жөнелді. Мынау кім жатқан әлеумет, жас қабірді жамылып, мұнша ардақты кім еді, тұрсыңдар бәрің жабығып. Жалғызыма еді бұл елдің құрметтейтін жабылып. Бұл жатқан жарлы да емес, бай да емес, би де емес, бек те емес, сейіт те емес, хан да емес. Алаштың бұл құрбаны, аяулы жолдас, қази жас, қош бауырым жолдасым, армансыз сенің өз басың, қабыл болып құрбаның, Алашты Құдай оңдасын. Сәбең айтып болды да, бет орамалымен маңдайын сүртіп, бұл Міржақып ағамның Алаштың Қази атты жігітінің қазасына арнап қабір басында оқыған тұңғыш құрбан деген жоқтауы болатын деп үндемей қалды. Тұңғыш құрбанды шығарған Міржақып әкем екенін Сәбеңнің аузынан алғаш рет сол кезде естідім. Сонымен тыңдаушым. Сәбеңнің әріден келе жатқан Міржақыпқа деген көзқарасы теріс болмағанына көздеріңіз жеткен шығар. Бірақ кеңестік заманның ғаймен ішіндегісін терең тұңғиыққа батырғандай үндемей қағаз бетіне түсіре алмай кеткеніне өкінемін.